сәлеметсіздер ме? Сәлем достар. Мен мектеп алды сыныбының тәрбиешісі Қайсенова Назгүлмін. Тәрбиеленуші Батыр Зиевке. біздің зерттеуге алған тақырыбымыз өсімдік Өсімдік. мақсаты өсімдікті қайту жан-жақты зерттеу. Енді біз өсімдікті қалай зерттедік, не істедік, қандай әдіс тәсілдерді қолдандық? Бақылау әдіс тәсілін едік. Жақсы, енді өсімдік мүшесін біз зерттеу үшін сен үйде анаң екеуің не істедіңдер? Не істедің? Ең бірінші өсімдік мүшесін зерттеу үшін не істедің? Жұлып алып оны қайда салдың? Суға салдың. Ол суда неше күн тұрды? Неше күн тұрды? Сен бақылап жүрген кезде нешінші күні? 6-шы күні. 6-шы күні қарағанда онда тамыры бар болды, тамыры пайда болды. Жақсы, ендеше сонда ең бірінші өсімдіктің мүшесі неден басталады екен? Неден басталады екен? Тамырынан басталады екен, кәне, ал өсімдік мүшесін кәне, ең тамыры бар, тамырды қоя қояды. Қат сөйлеп қой, өсімдік мүшесінде. Не болады? Тамыры. Сосын? Сабағы. Сабағы болады, жабыстыра ғой. Потом жапырағы. Жапырағы болады. Потом гүлі. Гүлі болады екен. Жақсы, ерге жақсы. Енді өсімдік мүшесі қандай ағза дедік? Тірі ағза. Тірі ағза дедік. Неге өсімдік мүшесі тірі ағза дейміз? Ол немен қоректенеді екен? Өйткені ол немен қоректенеді?